Білетін нәрсе өте көп. Ең бірінші жалпы қаржылық сауаттылық дегеніміз, мысалға үлкен бір объемдар аласың, жұмыстар аласың, кассовый разрыв дейтін нәрсе осы кәсіпкерлер үшін көп кездесетін дүние. Үлкен істер аласың, істеп келесің, бір орта жолына келгенде немесе ортасынан сәл аса бергенде ақша бітеді. Қайда кетті деген ұғым түсін. Оныңыз рас, енді бүгінгі күні жасөспірімдерде тіпті мектеп оқушыларының өзіне қазір мұғалімдер ата-аналар чаттарына жазып жатады. Балаларыңыз мынадай бір ойындарды ойнап жатыр, жаңағы байланыс телефондарын қарап қойыңыздар. Енді жұмыста жүргесін көп ата-аналар да өзінің балаларына толық қадағалап, немен кіммен сөйлесіп жатыр, не істеп жатыр деген дүниені де кейде қолдан жіберіп алып жатқан жағдайларымыз көп болып жатады. Енді жаңағы біз айтып жатамыз ғой, түрлі алаяқтар хабарласып қалып жатады, әртүрлі дүниелерге алданып қалып жатамыз деп. Бұл дегеніміз біздің жеке деректеріміздің қажетті деңгейінде қорғалмай қалуының есебінен де болуы мүмкін. Демек, бізге көп жағдайларда осыдан 1 жыл бұрын, 2 жыл бұрын WhatsApp желісінде түрлі сілтемелер келетін. Мәселен, осындай бір бренд жеңілдіктер жасап жатыр, тіркелсең, тегін түрде бір мүмкін аяқ киімді аласың. 100-ден 1%, 2% ұстауыңыз, табуыңыз, қайтарып алыңыз. Бірақ негізі 99% сіз ештеңе істей алмайсыз. Сіз ақша аударғанға дейін бәрін ойлануыңыз керек. Ақша аударған соңғы код айту, соңғы әңгімені айту сіздің қолыңызда. Сондықтан соған дейін ғана айту керек. Оған басқасына мен ештеңе дей алмаймын. Ештеңе істей алмайды. Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Эфирде Жарқын болашақ жобасы аясында ойыннан шығу подкасттар легін бастаймыз. Бұл жоба Астана қаласы әкімдігінің Астана жастары жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен жүзеге асып отыр. Жоба заң мен тәртіп акциясы аясында жүзеге асуда, және бұл акция аясында біз лудоманияның алдын алу, қаржылық сауаттылықты арттыру бойынша түрлі подкасттар түсіреміз. Және бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз қаржылық сауаттылық туралы болмақ. Және бүгін біздің студиямыздың қонағы медиа жобалардың жетекшісі, журналист, кәсіпкер Бекзат Қосай мырза. Бекзат мырза, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай, бәрі жақсы ма? Жақсы, рахмет, көп шақырғаныңызға. Жұмысыңыз жақсы ілгерілеп жатыр ма? Аллаға шүкір, Құдайдың берген ризық несібесін теріп жүрміз әйтеуір. Кейде ілгері, кейде бұйырмысымен барлық нәрсе. Тамаша. Енді бүгінгі тақырыбымыз өте бір өзекті, маңызды мәселелердің бірін қозғайын деп отырмыз. Қаржылық сауаттылық мәселесі. Енді бүгінгі күні әлеуметтік желілерде де әртүрлі алаяқтыққа тап болып жатқан адамдарды жиі кездестіріп жатамыз. Жалпы өзіңіз үшін осы қаржылық сауаттылық ұғымына тоқталсақ, қандай ұғымды беріп жатады? Жалпы қаржылық сауаттылық дегеніміз негізі ауқымды тақырып. Сонымен қатар қазір YouTube желісінде сұранысқа ие, соның ішінде дәл осы тақырып бойынша, қаржылық сауаттылық тақырып бойынша біздің қазақша контенттеріміз әлі толық піспей, толық жетпей, толық көрерменге шайнатылып жотылуға дейін жеткізілмей жатыр деп санаймын өз басым. Енді орысша нұсқалары, ағылшынша нұсқалары, басқа да тілдерде, бірнеше тілдерде финансовый грамотность дейді ғой. Өте ауқымды тармақпен, буынмен бұны жіктеп, жалпы бұл қаржылық сауаттылық деген енді алаяқтар бар, сонымен қатар кәсіпкерлердің қаржылық сауаттылығы бар, қарапайым адамдардың қаржылық сауаттылығы бар. Кедей адам қалай бай болам деп, бай адам қалай байлығын ұстайым деп, одан әрі қарай жетістікке, жеңіске жетем деген секілді бірнеше тармақтары бар. Ал біздің қазақ платформаларында әлі күнге шейін дәл осы қаржылық сауаттылық толықтай өз көрерменін таба қойған жоқ деп айта аламын. Оныңыз рас. Шырлап айтып жүргендер бар. Сол бір-екі адамның әйтеуір әлеуметтік желісіне жармасып, сол жерден ақпарат алып жүрген біздің енді қоғамдағы азаматтар да бар десек болады. Расымен енді орыс тілінде, басқа тілдерде деректер көп, және бүгінгі подкастымыздың да мүмкін мақсаты осы бір көпшілік арасында қаржылық сауаттылық ұғымын мейлінше таратып, оның не үшін маңызды екенін, не үшін қажет екенін
жеткізу десек те болатын шығар. Енді жаңа өзіңіз атап өттіңіз, бірнеше жылдан бері жалпы кәсіпкерлікпен айналысып жүрсіз. Кәсіпкерлер үшін де қаржылық сауаттылықтың маңызы зор, өйткені кәсіпкерлердің өзі сол салада жүріп, әртүрлі нәрселерді меңгере отырып, түрлі алаяқтарға, түрлі жаңағы заңи тұрғыдағы қателіктерге де бой алдырып жатады. Осы кәсіпкер үшін қандай маңызды деректерді атай аласыз? Ең бірінші кезекте нені білген дұрыс? Енді білетін нәрсе көп, білетін нәрсе өте көп. Ең бірінші жалпы қаржылық сауаттылық дегеніміз, мысалға үлкен бір объемдар аласың, жұмыстар аласың, кассовый разрыв дейтін нәрсе осы кәсіпкерлер үшін көп кездесетін дүние. Үлкен істер аласың, істеп келесің, бір орта жолына келгенде немесе ортасынан сәл аса бергенде ақша бітеді. Қайда кетті деген ұғым түсініп қойды. Барлығы орнына кеткен, сенің есептеуің бойынша негізі жету керек, бірақ жетпейді. Содан кейін қарызға кіру, анадан қарызға сұрау, мынадан қарызға сұрау, кредит алу, залогқа бір нәрсе қою деген секілді басталады жұмыстар. Егер онымен бітіріп шығып, ісін соңына дейін жеткізіп ақшасын алса, табысының жартысынан көбін осы қарызға алған, кредитке алған, процентке алған ақшаларын қайтарып беріп, сонан кейін өзіне азғантай ақша алып қалғанда мен осы азғантай дүние үшін соншама уақыт жүрдім ба деген өз-өзіне сұрақ келеді. Қанағатсыздық тағы да болады. Сосын бұл аз ақшамен тағы да келесі дүниеге кірейін десе, тағы да жетпейді. Тағы да сол іс қайталанады. Бұның барлығы алып келгенде сол қаржылық сауаттылыққа келіп тіреледі. Енді қаржылық сауаттылық дегеніміз өте терең дүние, өте жіліктеп қарайтын, жалпы біздің қарапайым халықтан бастап былай жік-жігімен келу керек. Қаржылық сауаттылыққа ең бірінші келу керек дүниелер өте көп. Мысалға, үйде қарапайым айналаға қарап жіберіп, не нәрсе артық. Біз мына құмыраны көп қолданбаймыз ба? Үйге керек емес. Шама келгенше сатып жіберу керек, болмаса келесіде алмау керек. Тағы да кітап оқылмай ма? Үйге тек барып сатып алып кітап жинай беріп қажет емес, егер ол оқылмайтын болса. Егер оқылатын болса, сөз жоқ. Сол секілді үйдегі артық нәрселерден ең бірінші әуелі азайту керек, артық дүниелерді алмау керек, содан бастау керек. Өзіңнен артық киім. Эмоционалды сауда деп те айтып жатады ғой көпшілік арасында. Эмоционалды сауда ол өз алдына бөлек тақырып. Үйдің ішін қарау керек. Ең бірінші айналамыз артық жаңағындай блокнот болуы мүмкін, ол артық бокал болуы мүмкін, ол артық үстел болуы мүмкін, артық ноутбук болуы мүмкін үйде тұрған. 3 айдан 4 айдан аса уақытсыз оны қолданбасаңыз, демек бұл сізге қажет емес деген сөз. Осыны жақсылап түсініп алу керек. Егер бір кітап 3 ай 4 ай үйде оқылмаса, демек ол алдағы уақытта да оқылмауға әбден мүмкін. Сондықтан оны біреуге сыйлап немесе сатып, келесіде алмауға тырысу керек. Келесіде бұндай әдетіңіз болса, электронды кітап оқуға көшу керек. Сатып алмай. Уақытыңыз болса оқисыз, уақытыңыз болмаса әйтеуір үйде тұрмайды. Артық нәрсе жинамау керек. Киім болсын, ол көлік болсын. Содан басталады. Содан кейін жаңағы эмоционалды. Сіз айттыңыз ғой. Сауда түрлері. Иә. Қажет емес затты қалай алып қойғаныңызды білмей қаламыз. Қарапайым дүкенге барудан басталады. Мысалға, дүкенге барғанның өзінде үйден тамаққа тойып шығу керек. Қарны аш баруға болмайды. Енді оны көп жерде айтып жүр ғой. Себебі қарның аш болып барсаң, дүкеннен бәрі қызық, бәрі тәтті, бәрі сен қалап тұрған, мені жеші деп тұрған, бәрі мені жеші деп айқайлап тұрады. Сондықтан өзіңнің күнделікті ойлаған жоспарыңнан ақшаңды артық жұмсап қоясың. Сосын ол ақша артық жұмсалғаннан кейін ертесі күні сенің жоспарыңа жетпейді. Осы жерден стресс, осы жерден депрессия басталады адамда. Себебі студенттер, мысалға, оларға бөлінетін стипендия бар. Ай сайын, мысалға, 100 мың теңге ақша бөлінеді дейік. Ол сол 100 мың теңгесін, онсыз да былай қарап отырсаң, 100 мың теңге қалай жетеді деген сұрақ қой. Ол баратта iPhone сатып алуы мүмкін бір жылға, рассрочкаға. Сосын ол 100 мың теңгенің 50 мыңын сол iPhone үшін төлеп тұруы мүмкін. Өзі 100-ақ мың, ол 50 мыңға қысқарды. Сосын 50 мыңның үйге төлейтіні бар. Аржанда ішіп-жемге қалай күн көріп жүрсің десе, сол әркімнен бір сұрайды. Ауылдағы апасына соғады, ағасына соғады, жеңгесіне соғады, әркімнен бір сұрайды. Жаманатты болады.
бүйтіп оқығаннан оқымағаның жақсы деген ар жақтан сөз келеді. Сен шынымен оқып жүрсің ба, жоқ әлде текке ақша сауып жүрсің ба деген. Осының барлық сөздерді естігеннен кейін ол өзі оқуға деген құлшынысы төмендеп, ынтасы қашып бастайды. Себебі бұның барлығының ар жағында қаржылық сауатсыздық жатыр. Демек біз қаржылық сауаттылық мәселесін тек көпшілік бір ауыр тақырып есебінде қабылдайды да, есейген шақта оны өзің ақ түсініп аласың деген ұғым бар ғой. Демек сол балабақшадан, мектептен бастап бала тәрбиесіне бұны енгізу қажет. Енді балабақшадан демеймін, бала есейеді, бірінші сынып, бәлкім бірінші сынып керекте емес шығар. Мүмкін бастауыш сыныптан кейін 5-ші сыныптан бастаса да, балаға мен ойлаймын кеш болмайды деп өзімнің ойым. Енді адам әртүрлі, әркімде әртүрлі ой бар, әркімде әртүрлі сана бар. Сол кезден бастап балаға, мысалы қазір балаларға Каспий Gold карточкасы ашылады ғой. Сол сияқты әртүрлі банктың карточкалары ашылады. Сонымен ата-анасы ақша жібереді, төлейді деген секілді сондай. Бірақ балаға сол өзіне ақша жинап, өзіне мысалға туған күніне берген ақшаларды үнемдеп алып қойып, керегіне жаратып, сол ақшаны қалай еселеудің жолдарын, мысалға мен балам айтам, ақша жинап, өзінің копильный бар, ақша салып жинайтын. Сосын менде кей кезде пендеміз ғой, бәрімізде де ақша өтіп қалатын кездер болады, немесе түсетін кездер болады деген секілді. Сондай кездерде әдейі баламнан енді оның да саудасын дамытайын деген ниетпен ар жағында сұраймын. Сенде қанша теңге бар? Менде 10 мың теңге бар. Жарайды, онда 10 мың теңгеңді сен маған бере тұр. Сен маған 10 мың теңгеңді бір 10 күнге бер. 10 күннен кейін мен саған 12 мың теңге алып қайтарамын. Сенің ақшаң жұмыс істейді. Осылай сен инвестор болуды үйренесің деген секілді. Сөйтіп баланың қызығушылығын оятамыз, солай істейтін әдеттеріміз бар кейде. Жаңа айтып қалғаным, жалпы айтайын дегенім, балаға негізі мектепте үйретілмейтін тақырыптар өте көп қой. Қаржылық сауаттылықта негізі жаңағындай артық нәрселерді алмау, артық дүкеннен ақша салмау. Себебі еркіндік жақсы, өзінің қалағанын сатып алып, ішіп жеп, қалағанды алып қолыңды оңға солға да сермеп, шалқып тасып жүрген бәріне де ұнайды, бірақ ол барлығының қолынан келе бермейді. Сондықтан баланы тыйып өсіргенде кей кезде пайдалма деп қаламын. Оныңыз рас. Енді қазір дүкенге барсақ та балалармен жүрген аналарды көрсек, жылап, мынаны алып бер, ананы алып бер деп, кейін кассаға келгенде төлей алмай қысылып тұратын сәттер де болып жатады. Сол себепті жаңағы кішкентай балалардың өзіне екі зат қана аламыз, осының ішінде қайсы саған ұнайды, қайсы көбірек қажет, соның ішінен не саған пайдалырақ болады деген бір сондай таңдау жүйесін қойып, біртіндеп соның өзі де уақыт өте келе өзіне ең қажетті деген жаңа дүниелерді түсіріп тұруға мүмкіндік береді екен. Осылайша ол үйінде жаңа сіз айтқандай артық дүние қоқыспен толтырмайды десек те болады. Содан кейін бұл бала, балаларды түсіндіріп үйреткеннен кейін жалпы қоғам. Біздің қоғамда да мысалға қазір қарасақ, халқымыздың өте көп пайызы кредитте, қарызда, тапқан табысы орта есеппен 500 мың айлық алатын болса 400 мың кредит төлейді. 400 мың айлық алатын болса 300 мың кредит төлеп отырғандар көп, өте көп. Енді бар арасында мысалға 500 мың алып, тек 100 мың ғана кредит төлейтіндер бар. Бірақ негізінен халықтың басым бөлігі көбі осындай кредитте. Кредит дегенімізде сол қаржылық сауатсыздықтың кесірінен адамдар кіреді. Мысалға қарапайым үйге телевизор, кір жуғыш машинасы бар, пылесосы бар, сонда үйге қажет техникаларды әртүрлі ақша жинап алу керек деп есептеймін. Керісінше жалпы біздің халық қазір кредитке әбден үйреніп алған ғой. Тегін беріп жатқан сияқты сезім туады. Сол кредиттен әбден шығуды үйреніп, құтылуды үйреніп, енді кредит алмауды үйреніп, керісінше ақша жинауды үйреніп, сол жиналған ақшасына барып машина алсын, сол жиналған ақшасына шыдасын. 1 жыл шыда, 2 жыл шыда, шыдап төзу керек та. Ол сонысымен қызық. Сен шыдау арқылы мысалға жаңа эмоцияның ар жағында да осы. Сен кредитке алатын болсаң, барып қатты таңдамай, анадан сұрап, мынадан сұрап, 3 адамнан сұрап бір машина таңдап алып, сосын алғаннан кейін өкініп қалуың мүмкін. Ал сен 1 жыл немесе 2 жыл ақша жинайтын болсаң,
сен машинаны сол кезден бастап іздейсің. Мен мынандай ақшам осындай ақшаға дейін жинаймын, осындай машина алып. Сосын сол машина туралы 2 жыл бойы іздегеннен кейін әбден қыр-сырын барлығын білесің. Алғаннан кейін дәл сол қыр-сырын түгел сенен артық білетін адам жоқ болады сол машинаны. Тек машинаға қатысты. Үйге де сол. Үйді жинап алатын болса, ақша жинап, сол ақшаларын салады, қай жерде, қалай түгел барлығын зерттейді деген секілді сондай. Жалпы халықты қаржылық сауаттылыққа үйрету үшін бірінші барлығын кредиттен құтылып, ақша жинауға көшу керек. Ал енді кредиттен қалай құтыламыз деген сұрақ келеді қарапайым. Мысалға, жаңағындай айлығың 500 мың алдың, оның 400 мың кредитке кететін болса, мен қалай ақша жинап, мен қалай құтыламын? Бұл жерде былай, айлықтың, табыстың кез келген жақсы случайда 20%-ын жинау. Жақсы. 20%-ын жинақ қоямыз, бөлек алып қоямыз. Бұл мүлде басқа, бұған ешкім басқа тұрмайды. Тіпті қандай жағдай болмасын, бұл ақшаға әзір тимейміз. Оның бір мақсаты болу керек. Адам ол ақшаның бар екенін де ұмытып кетіп дейді. Оның өзінің бір мақсаты болу керек. Негізі сол барлық дүние мақсат жазудан басталады. Содан кейін сол жыл ай сайын жинап кредитті жаңағыдай қылып төлеу керек. Қалған кредитке төлеу керек. Онсыз да сол өмір сүріп жатыр ғой халық. Онсыз да қалған тауып үйтіп жеткізіп жатыр ғой. Құдай жеткізеді деген күнмен. Ар жақтан тағы басқа бірдеңелер келеді, мына жақтан тағы басқа бірдеңелер жасап қалады деген секілді. Жаңа ақшаны жинап сол кредиттің пайызын азайтуға тырысу керек. Ең бірінші содан бастау керек. Содан кейін барып кредиттің барлығын құтылғаннан кейін енді кредитке жоламай, керісінше ақша жинауды әдетке айналдырып, соны дағды қылып қалыптастыру керек. Сол біздің ең бірінші шагымыз болады қаржылық сауаттылықтағы. Ең бірінші шагымыз. Жаңағы бірінші шаг үйдің ішіндегі нәрселерден бастасақ, екінші қарыздан, кредиттен құтылсақ, сосын балаларымызға, жан-жағымызға, туыстарымызға дәл осы информацияны айтып жүрудің өзі біздің сауаттылығымызды көрсетеді ол да. Сондықтан қазір бұл біздің еліміздегі өте тартымды тақырып деп тұрғаным осы болар. Жаңа банктердегі несие пайызын мөлшерлемесін төмендету туралы айтып өттіңіз ғой. Көпшілік енді несиесін төлей алмай жатқан кезде әртүрлі енді хабарласып жатады, олардың туысқандарына, жан-жақтарына хабарласып, олар мүлдем ұялып, көпшілік арасында шығудан да қалып жататын кездері болады. Осы сәттерде енді банктердің жаңа арнайы орталықтарына барып, өзін банкрот етінде жариялап, арнайы құжаттарға қол қойған жағдайда да негізінде сол банк мекемелері жаңағы сіздің төлем мөлшеріңіздің уақыт беріп, мүмкіндігіңізді ұзартып, жаңағы күніне айына 200 мың төлеп отырсаңыз, ендігі кезекте 130 мың төлейтіндей етіп, оның мөлшерлемесінде қысқартуға мүмкіндіктері бар. Тек сол туралы біліп, сұрап, зерттеп, банктен қашып, адамдардан қашып, өзіңіз жеке бір бөлмеде қалып, жылап, уайымға түскеннен негізі бір өз денсаулығына да зиян. Ол стресс қой. Адам былай қарап отырсаң, ешкіммен қарызға кіремін, мына кредитті төлей алмай қалып стресске тап боламын деп ойламайды ғой. Алған кезде бәрі күшті, бәрі бір ғаламат сиқырлашыдай болып кететіндей елестетіп алады. Немесе әдемі жоспар құрады, бұл жоспар болмай қалады, сол кезде сөйтіп барып тап болады. Енді депрессияның кезінде әркім әртүрлі нәрсеге тап болады. Біреулері жаңағындай елден безіп кетеді, оқшауланып кетеді. Біреулері әркімде әртүрлі ситуация болады. Сондықтан шама келгенше бұл депрессияға жоламаудың жолы жаңағындай өзіңнің бөлек жинаған ақшаң болу керек. Мысалға, бір күнде жұмыстан шығып қалдыңыз сіз. Мысалға, күн ертең жұмыстан шығып қалдыңыз, сіз келесі ай сізде кредит келіп тұр. Сізде табыс көзі жоқ. Не істейсіз? Банкке барасыз ба? Банкротпын деп. Жоқ, сізде осы жерде жинақ болу керек. Жақсы, бұл кредит жоқ дей қояйық сіздің басыңызда. Сіз жұмыстан шығып қалдыңыз. Сіз өмір сүруіңіз керек, шеуіңіз керек. Сондықтан сізде кемі бір 6 айға дейін жұмыс жүргенде өзіңіз тамақ ішіп жей алатындай, киін алатындай жинақ ақшаңыз болу керек. Подушка безопасности деп айтып жатады көп жерде. Сондықтан артық ақша жиналған болу керек. Ал бізде қазір елімізде 6 ай түгір көп адамдарда бір айға, келесі айға жететін қаржы жоқ. Енді келесі күн демеймін, енді бір айға шамалап келесі айдың айлығына дейін жеткіземіз деп жеткізеді, бірақ келесі айда жинамайды көп адам. Бұл тағы да сол қаржылық сауатсыздықтың кесірі салдары шығар. Сондықтан адам қаржылық сауатты болуы өте маңызды.
біз осы уақытқа шейін цифрлы саясат деп келдік. Қазір жасанды интеллект деп жатырмыз. Айтылып жатырған тақырып көп өте нәрсе. Осылардың барлығы жалпы еліміз дамып келеді ғой. Мысалы, осы соңғы 10 жылда алатын болсақ, еліміз әлде қайда көп дамыды, көп алға қадам жасадық. Енді бізге қаржылық сауаттылықты нықтап үйренетін кез келді. Осы сәт міне. Осы сәтте біз қазір қаржылық сауатты болмасақ, көп адам күйзеліске түседі, көп адам депрессияға түседі, көп адам аурушаң болады, көп адам жұмыссыз қалады, көп адам аяғынан тұра алмай қалады. Бұның барлығының жаңа мен де айтып жатырмын, кәсіп қалай деп. Кәсіпте де солай, кәсіпті бастайды, сүрінеді, әптегеннен барлығы сүрінеді өйткені. Осы жерде қаржылық сауаттылықпен өз аяғынан намысқа тырысып тұрмаса, құлайды, депрессияға ұшырайды, ары қарай барады да кәдімгі тәуелді жұмысқа кіріп, күнделікті сол баяғы қалпына қайтып келеді. Тағы да сол кредит, өмірінің соңына дейін кредит төлейді, баласын үйлендіретін кезде тағы да кредит алады, тағы да сөйтіп жүріп өмірден озады. Бұл кәдімгі біздің өміріміздің қазіргі сценарийі осындай. Бір рамадан шыға алмай адамдардың қазіргі қоғамның сценарийі осындай. Сондықтан не көп? Сондықтан негатив көп. Сондықтан Инстаграмда жағымсыз жаңалықтар, түрлі жайттар, пікірлер, жаңа үйде отырып жазатын адамның өзінде өзі шықпағасын, өзінде артық ақша болмағасын, не істейді, жаңа бару үшін комментарий жазып алады. Сондықтан сондай бір адамдарда біз ойлаймыз ғой, неге осындай болып кеттік? Неге біздің қазақ осындай бір осындай күй кешіп кетті деген. Осы күйдің барлығының артында сол қаржылық сауатсыздық жатыр ма деп ойлаймын. Расымен енді бүгінгі таңда көпшілік мәселелердің бастауы да, отбасылардағы да осы ақшаға келіп тіреліп жатады ғой. Енді өзіңіз айтып өттіңіз, бүгінде енді әртүрлі осы кредиттерге, басқа да бір мәселелерге тап болып қалып жатады деп. Мұның барлығы енді қаржылық сауаттылықтың тағы бір маңызды дүниесі бұл алаяқтарға тап болмау деп айтсақ та болады. Бүгінгі күні енді кибер қауіпсіздік деген дүниені 2015-2016 жылдар айтқан кезде бұл қалай болады екен, бұл қандай мәселе деп көпшілік түсінбеді. Қазір енді цифрлық заман дамып, жасанды интеллект дамығаннан кейін тіпті алаяқтықтың түрлері өршіп көбейіп кетті де, бұл шын адам ба хабарласып тұрған, әлде мен роботпен сөйлесіп отырмын ба, шын видео қарап отырмын ба, әлде бұл жалған видео ма деген дүниелерді айырып ажырату адамдарға қиындықтарға қиынға түсті. Және әсіресе мынау зейнеткерлерге, жас балаларға осы бір дүниенің ара-жігін ажыратуда қиындай бастады. Сол үшін де бұлар қазір микрокредиттік қаржылық ұйымдарға өз қалауынсыз бір қарыз болып қалған адамдар да жетерлік. Бұл дүниемен күресу кезінде де қаржылық сауаттылықтың маңызы зор ғой, ақпаратты өзгелерге таратпау, жалған ақпаратты тексеру деген сияқты. Өте орынды мәселе. Бұл да жалпы алаяқтықтың жолы енді көп қой. Бұл осыдан 10 жыл бұрын айтылса, 5 жыл бұрын қайталанса, 3 жыл бұрын ойбай қауіпті деп ескертсе, қазіргі таңда жүйелі түрде орын алып, барлық көп адам сол аяқтарға. Бұл тіпті жақын досыңның, немесе әкеңнің, немесе анаңның WhatsApp-ын кәдімгідей бұзып алып, өзіңе кәдімгідей туған анаң секілді, апаң секілді жазып, ақша сұрап, сол ақшаны салып жіберші деп сөйтіп сұрап тұрған кезде көп адам алданып қалады, білмейді өйткені. Бұл және тоқтамайды да. Біз қалай дамып келеміз, жасанды интеллект қалай дамып келеміз, дәл солай ол да өрши түседі. Сосын бұған алданбаудың тек қана бір жолы бар, өзің сауатты болу. Өзің ғана сауатты болсаң алданбайсың, ал өзің сауатсыз болсаң алданасың. Жақында маған да солай досым жазды, ақша сұрап. Сәл қалдым жіберуге. Сіздің есіміңізбен жазады. Көп ақша емес, негізі сұрап тұрған 100 мың теңге. Менде бар, қазір досым бір ауыз сөзін қойды. Сосын жіберейін деп ойланып қалдым, неге маған орысша жазды? Бұл орысша мүлде жазбайтын жігіт еді ғой дедім. Содан соқтым. Бір күдіктің өзі. Өз-өзімен неге мынау орысша жазды дедім. Сосын телефон салдым, соқсам айтады, осындай жаңағыдай алаяқтар бұзып алды. Бәрекелді. Оны білмей қаншама адам жіберіп қойды. Білмей қаншама адам жіберіп қойды, ол белгісіз. Мен де тіпті осы алаяқтардың құрбаны сәл қалдым, бірақ жаңағындай нәрседен бір ғана әрекеттен Құдай сақтап әйтеуір байқап қалдық. Бұл алаяқтардың жалпы жолы көп. Бұл біреу, бір жолы. Өзіміз сауатты болуымыз керек, тек қана сол кезде біз алданбаймыз. Ақша жіберердің алдында тағы да соған хабарласып сұрау, телефон өшіріліп жатса,
анасына соғу, апасына соғу, әкесіне соғу, досына соғу, табып, сосын барып жіберу, әбден дауысын естімей жатып жіберу. Ол бірінші жол. Екінші жолы, біздің қазақ қазір сол кредитке батқаннан, қарызға батқаннан барлығы баюға қаттасас. Мен осы жылы 10 миллион табуым керек, немесе 5 миллион табуым керек деген секілді ұрандар бар қазір. Және дәл осы тақырыпта мотиваторлар да өте көбейіп кетті қазір. Әлеуметтік желіні ашсаң тола. Сабақ беретін, курс сататын деген секілді. Сол ұрандарға тойып алып, мен баюым керек деген ұранды қойған, бірақ негізі біздің қазақта сөз бар ғой, асықпаған арбамен қоян алар деген. Негізі арбамен қоян алу көз алдына келмейді ғой, атпен қуалап жүріп, артынан тазы салып жүріп, әрең қуып жетіп ұстайтын қоянды арбамен жүріп ұстау көзге елестемейді. Ал қазақ сонда бір ауыз сөзбен жеткізген асықпаған. Және сөз бар, асыққан шайтанның ісі деген. Осы сөзге еріп қарасақ, біз мошенниктарға ірі көлемде миллиондап ақша жұмсап ұсталатындар, немесе мен осы ақшамды 2 еселеймін деп ұсталатындардың көбісі баюға қатты асығатындар. Мысалы, менің өзімнің жақын дос, кәсіпкерлер достарым бар. Оларды да сондай. Барлығы мәселенің жетіспеушіліктің үстінде туындайды ғой, кім жетіскеннен ондай дүниеге барады дейсің. Барады да жаңағындай брокерлерге барады, әртүрлі миллиондап ақшаларын салады. Мақсат өзінің бұрынғы қарыздарын солай жабу. Яғни оңай ақша, тез ақша табу. Негізгі ар жағында тұрған мақсат. Оңай ақша, тез ақша табу. Оңай ақша, тез ақшаның ар жағында алаяқтық тұратыны білу керек. Соны түсіну керек, және соны мойындау керек, және соған келесіде қадам баспау керек. Кез келген ақшаның артында ұлан-ғайыр еңбек, маңдай тер, уақыт, шыдам, төзім деген дүниелер жатады үлкен ақшаның артында. Ал оп-оңай болып көзге көрініп тұрған нәрсенің әрқайсының артында бір күдік бар. Жылтыраған дүниенің бәрі сіз үшін жақсы, жағымды болмауы мүмкін. Бұл мүмкін арасында 1%, бірақ 99% алаяқтар болуы мүмкін. Сен бір рет алуы мүмкінсің, бірақ 99 рет алдануы мүмкінсің. Сондықтан салыстырмалы түрде қарасаң, бір рет ұтып 99-ды ұтылғанынан ешқандай пайда жоқ. Сондықтан менің айтатын, тез баюға, жылдам ақша табуға, маңдай терсіз, жаңағындай оңай ақша табуға әуестенбеу керек. Себебі оның әрқайсының артында алаяқтық жатады. Оныңыз рас. Енді бүгінгі күні жасөспірімдерде тіпті мектеп оқушыларының өзіне қазір мұғалімдер ата-аналар чаттарына жазып жатады. Балаларыңыз мынадай бір ойындарды ойнап жатыр, жаңағы байланыс телефондарын қарап қойыңыздар. Енді жұмыста жүргесін көп ата-аналар да өзінің балаларына толық қадағалап, немен кіммен сөйлесіп жатыр, не істеп жатыр деген дүниені де кейде қолдан жіберіп алып жатқан жағдайларымыз көп болып жатады. Осылайша енді әлеуметтік желіде блогерлерде түрлі казиноларды, осы промокодты терсең, мындай ақша атуы мүмкін, мынадай дүние беріліп жатыр деген дүниелерді қазір шектеумен айналысуымыз қажет. Ол жүзеге асып та жатыр дегенмен, әлі де болса осы бір мәселені қысқарта алмай жатырмыз. Әлі де бір сана жүйесі толық қалыптаспаған адамдар сондай бір дүниелерге сеніп, еріп, бір 10 мың теңге, 100 мың теңге табамын деп, керісінше миллиондаған қарызға кіріп кетіп жатқан жайлары өте көп. Әрбір жаңа өзіңіз өз жеке таныстарында өзімде осы алаяқтыққа алданып қала жаздадым деп айттыңыз. Бүгінде енді ең бір алаяқтардың да адам психологиясын танып білуі десек болады. Белгілі бір көлікті қазір ұтып алып тұрсыз, 100 мың теңге жіберсеңіз, міне 10 адамның ішінде сізге ғана басымдық береміз, сіздің ұтып алуыңызға мүмкіндік көбірек болады. Тез уақыт жоқ деп, жаңағы уақытты егер сізді шынымен де дәл қазір жіберіңіз, міне 3 минут қалды, 3 минутта қазір сұрайым деп аптықтырып, асықтырып, ойлануға мұрша бермесе, демек бұл алаяқтықтың бір белгісі екенін бірден сезіп білген дұрыс деп айтқымыз келеді. Жалпы сондай асықпау керек. Әрбір нәрсенің артын байыппен, зерттеумен, аңдап басып, жеті рет тексеріп барып, біліп барып, ақшаңды жұмсамасаң, алаяқтарға әбден қор боласың. Өзіміз сауатты болмасақ, қазір біз өзіміз, әркім өз-өзін, өз басын құтқармаса, өз басынан кейін ата-анасына көмектесіп құтқармаса, басқа бізде жол жоқ.
Оның сырасы. Сауатты болу керек. Қаржылық сауаттылық бізге қазір өте маңызды. Білу керек, үйрену керек, тынбау керек, оқу керек. Мысалға, Данияр Жігітбек деген бауырымыздың қаржы қағидалары деген кітабы бар. Кәдімгі фундамент бар ғой біздегі, кәдімгі іргетас. Іргетасын толық түсіндірген. Әрі қарапайым тілде, көпшілікке ұғынықты. Сол секілді жалпы қаржылық сауаттылық бойынша айтып жүрген азаматтар өте көп. Еркебұлан деген бауырымыз осы ютубта қайта-қайта тынбай талмай айтып жүр. Қаржылық сауатты болайық деп. Сондықтан бұның барлығы бекер емес, қаржылық сауатты болу өте маңызды. Содан кейін мысалға, әртүрлі мысал келтіреді ғой. Бір жерде, қай жерде жұмыс жасайсың деген, қандай кәсіп істейсің деген секілді сұрақтар көп қойылады маған да. Доход, кіріс тек бір жерден кіретін болса, бір арнадан кіретін болса, бір жеткіліксіз. Екі арнадан кіретін болса да бұл жеткіліксіз. Мысалға, адамның екі аяғы бар, екі аяғы бар. Сол біздің екі кірісіміз деп есептейік. Сол екі аяқтың біреуі кетіп қалса, біз равновесие ұстап тұра аламыз ба? Я былай, я алға, я артқа құлауымыз әбден мүмкін. Я тұруымыз мүмкін, бір күн, екі күн, бір аяқпен. Бірақ түбі құлаймыз. Екі аяқпен тұрғандай нық тұра алмаймыз. Ал егер ойлаңыз, бізде дәл сондай кіріс тағы да 4 аяқта болса, немесе 8 аяқты болса бізде, соның біреуін немесе екеуін алып тастаса да біз тұра бере аламыз. Болады ғой ондай кездер. Бір кәсіп жүрмей қалған кезде, екінші кәсібің жүрмей қалған кезде, сенің басқа кәсіптеріңнен кіріс кіріп тұрса, сен еркін аяғыңда тұра аласың. Ал егер уайымың басыла түседі, мысалы, мына үстелдің де 4 аяғы бар, соның егер 24 аяқ болса осы үстелде, соның тек екеуі болмаса, қалған біз 22 табыс кіретін жолмен кіріс кіре беретін болса, бұл үстел жуық арада құламайды. Сондай жолға жету керек деп ойлаймын. Біздің қазақ жалпы кәсіпкер бауырларымыз кірістің бірнеше жолын тауып қою керек, әртүрлі жолдарын. Ол міндетті түрде жаңағыдай сізге көп ақша алып келетін кіріс болу маңызды емес. Жалпы негізгі кіріс болса да болады. Қазір енді жастардың көбісі курьер болып та, такси болып та, тіпті сіз өзіңіз не істей аласыз? Мысалы, мүмкін әшекей бұйымдар жасай алатын боларсыз, мүмкін жақсы мәтін жаза алатын боларсыз, немесе даусыңыз әдемі болатын болар. Тіпті көрпе тігіп те ақша табуға болады. Әр адамның өзінің бір мүмкін сізге ұнайтын хоббилеріңіз дейміз ғой, қызығушылықтарыңызға сізге табыс алып келуі мүмкін. Тек оны дұрыс игі бағытта жаңа таныстырып көрсету. Қандай мүмкіндік болса да, мүмкіндіктен мүлде жоқ деп айтпау керек. 30 жасқа дейін, 35 жасқа дейін кез келген нәрсеге иә деп айту керек. Қандай ұсыныс болатын болса, тіпті тегін болатын болса да, 35 жасқа дейін иә, мен істеймін, иә, мен істеймін, иә, мен көмектесем, иә, мен жаңағындай, мен осындай кешке бір жерге баратын едім, мобилограф таба алмай жатырмын, түсіріп бересің бе десе, мен мобилограф емеспін, менің телефоным маған сай келмейді, маған бірінші iPhone 17 алу керек емес. Иә, мен істеймін. Бәлкім үйреніп аларсыз. Бәлкім мықты адамдармен танысарсыз. Бәлкім сол кеш сізге бір үлкен мүмкіндіктің көзіне. 35 жасқа дейін иә деп айтудан тоқтамау керек. Кез келген дүниеге. Тіпті ол тегін дүние, тіпті ол сізге ақша сыйлай алмайтын болса да, иә деу керек. Ал 35 жастан кейін жоқ деп айтып үйрену керек. Жоқ, менің өзімнің жоспарым бар. Жоқ, менің өзімнің жолдарым бар деген секілді мәселені айтып үйрену керек деп есептеймін өзім. Ал енді 35-ке дейін тапау керек, тынбау керек. Студент болса, күндіз оқып келіп, үй тапсырмасына дайындалып тағы да білім, ғылым, енді бірінші, екінші курс студенттеріне мен айтар едім, оқыңдар. Басқа шаруаны қойыңдар, бірінші оқыңдар. Үшінші курстан бастап қосымша бір нәрсеге алаңдау керек. Үшінші курстан бастап қосымша бір нәрсені алып жүру керек, ол міндетті, маңызды. Бұл қажеттілік осы заманда. Себебі студенттерде емін-еркін киноға барғысы келеді, емін-еркін саяхаттап жүргісі келеді, кейде жоспарсыз барып бір жерге тамақ ішкісі келеді, шай ішкісі келеді деген секілді. Ал оның барлығы шығын. Ол шығын стипендияға есептелмеген. Және ата-анасының аударатын қаржысына да кірмейді ол. Сондықтан жаңағындай дүниелерді өзің өтеуің үшін
қосымша бір нәрсені алып жүру керек. Қосымша бір табыс көзі болу қажет дейсіз ғой. Еңбектену керек. Иә. Енді жаңағы біз айтып жатамыз ғой, түрлі алаяқтар хабарласып қалып жатады, әртүрлі дүниелерге алданып қалып жатамыз деп. Бұл дегеніміз біздің жеке деректеріміздің қажетті деңгейінде қорғалмай қалуының есебінен де болуы мүмкін, иә. Демек, бізге көп жағдайларда осыдан 1 жыл бұрын, 2 жыл бұрын WhatsApp желісінде түрлі сілтемелер келетін. Мәселен, осындай бір бренд жеңілдіктер жасап жатыр, тіркелсең, тегін түрде бір мүмкін аяқ киімді аласың, футболкасын саған сыйлайды деген сияқты. Соған сеніп адамдар кіріп, мысалы, сол жерге аты жөнін жазып, нөмірін жазып, қажет болса жаңағы поштасын барлығын тіркеп тастайды. Ал қазір біздің нөміріміз бұл толық мынау мемлекеттік үкіметпен, жүйемен тіркелген, ЕГОВпен тіркелген. Демек, сіздің нөміріңізді кез келген жерге тіркеу арқылы алаяқтар оған жаңағы мүмкіндік алады, дерек көз алады, шабуыл жасайды. Сол үшін сол бір сайттарды да тексерудің маңызына тоқталсақ. Иә. Қазір тексерудің маңызына тоқталған кезде қазір тексеру мүмкін емес кейде айналып бара жатқан секілді деп ойлаймын. Себебі біз сенім артып жүрген 14-14-тің өзінен хабарлама келіп жатады. Қазпошта тағы бар. Иә, Қазпошта тағы бар. Енді мысалға мен үй алам деп үй іздеп жүрген адаммын, иә. Қазір мысалға кез келген үлкен компаниялардың барлығы бір күшті керемет 2 бөлмелі, 3 бөлмелі үйдің обзорын жасайды да, соның астына подробныйды бассаңыз, өзіңіздің аты жөніңізді, телефон нөміріңізді почтаңа жазып кетіңіз деп тұрады. Біз қайдан білеміз оның алаяқ екен, немесе кәдімгі дұрыс неге сол компанияға жазып жатқанымыз біз қайдан білеміз? Біз ажырата алмауымыз мүмкін. Немесе сол секілді әртүрлі дүниелер бар. Интернеттегі қазір сауда өте қатты дамып кетті барлығы. Бұл жерде тек өзіңнің сауаттылығың маңызды. Бұл жерде барлығы. Сен, қорқпаймыз, нөміріміз жазып қалдырамыз. Сен білмейміз ғой артында кім тұр екен. Қорқпаймыз, қалдырамыз. Кері байланысқа шыққан кезде осы жерде күдіктіні ұстауға болады. Осы жерде сақтану керек. Саған соққан адамның сен қандай мақсатпен жаздың? Үй тақырыбында саған хабарласты, саған қандай ұсыныстар айтты. Мүмкін болса офиске барып, 100-100 онлайн форматта кездесу керек, сөйлесу керек. Видеомен болсын, немесе кәдімгі бұлай 100-100 кездесетін болсын, офлайн. Сондай әртүрлі жолдарды өтіп барып қана ақша аудару керек деп ойлаймын өз басым. Сол толық анық-қанығына да жету керек. Иә, расымен енді кибер қауіпсіздік деп айтып жатырмыз. Жаңа адамдарды толық тексеру, бұның барлығы расымен сол бір өзіміздің әртүрлі салалардағы сауаттылығымыздың барлығы жиылып келіп, осы қаржылық сауаттылыққа тіреледі. Өйткені әр дүниеге біз қаржы салу арқылы мүмкіндіктер алып отырамыз. Үй алған кезде де, көлік алған, қарапайым бір дәрі алған кезде де онлайн тапсырыс беретін болсақ, бұл шынымен дұрыс дәрі сататын адамдар ма, жоқ әлде алаяқтар ма екен, ақшамды алып, кейде ол тауарды алып келмейтіндер де болып жатады. Сондай бір дүниелердің барлығын бәлкім кей кездерде бір ішкі интуицияға да сену қажет шығар. Іштей бір ойланып тұрсаңыз, қажет емес пе екен, қап сол кезде бір сезіп едім деген кейде кейін бір ойлар келіп жатады ғой адамдарға. Сақ болу керек, сауатты болу керек, қатты асықпау керек, зерттеу керек, анықтау керек. Осы дүниелер көмектеседі деп ойлаймын. Ал енді егер осындай бір жағдайларда алданып қалған болса, не істеуге болады деп ойлайсыз? Сондай бір қаржысын мүмкін бейтаныс адамдарға аударып қойса, беріп қойсақ, білмей қалып телефонда я деп жауап беріп қойсақ, код айту қазір ең бір сондай бір өзекті мәселелердің бірі. Алданып қалған адамдар өте көп, жетерлік. Ақшасын аударып қойып, кері қайтара алмайтындар көп. Тіпті кредит алып қойғандар да сол өзі бір тиын да ұстамаған, соны төлеп жүрген адамдар да көп. Өкінішке қарай ештеңе істей алмайсыз. Ештеңе істей алмайсыз. Бәлкім 100-ден 1%, 2% ұстауыңыз, табуыңыз, қайтарып алыңыз. Бірақ негізі 99% сіз ештеңе істей алмайсыз. Сіз ақша аударғанға дейін бәрін ойлануыңыз керек. Ақша аударған соңғы код айту, соңғы әңгімені айту сіздің қолыңызда. Сондықтан соған дейін ғана айту керек. Оған басқасына мен ештеңе дей алмаймын. Ештеңе істей алмайды. Иә, шынымен код айтуға қатысты жаңағы кез келген мемлекеттік компаниялар болсын, қазір енді түрлі емханалардан
атынан хабарласып, сіз мындай бір дәріңіз келіп тұр, дәрін алу үшін осындай бір код келіп тұр, қазір айтып жіберіңіз деп түрлі зейнеткерлерге, адамдарға, әсіресе декреттегі аналарға балаңыздың жаңағы емін өту үшін осындай бір дүниеге келуіңіз керек деген код айтыңыз деп хабарласып жатады. Ескеретін дүние, ешқандай да мекеме сізден код сұрамайды. Сіз өзіңізді қабылдауға жазыласыз, қабылдауға жазылған кезде барып, өзіңіз жүзбе-жүз кездесіп, сол жерден кез келген өзіңізге қажетті, сізге тағайындалған дәрі-дәрмекті ала аласыз. Яғни сізден код сұрайтын болса, немесе қандай да бір жеке деректеріңізді сұрайтын болса, бұл жерде демек ойлану керек деген пікір бар. Және де менің өзім бір жеке алданып қалған кейсіммен бөліскім келіп отыр. Кейде сіздің жақын достарыңыз да, айналаңыздағы бір таныс деп жүрген адамдардың өзі де сізді алдап кетуі мүмкін. Біз алаяқ ол сырттан келген адам деп ойлап жатамыз ғой, әдетте біз танымайтын, мүмкін шетелдік адамдар деп ойлап жатамыз. Бірақ сол өзі де сондай бір қаржылық қиындықтарға тап болғаннан кейін, өзінің қаржылық сауатсыздығының кесірінен түрлі бір былыққа батып кеткеннен кейін адамдар амалдың жоғынан өз жақындарына дейін, өз таныстарына дейін барып алдау әрекеттеріне көшіп жатады. Сондай кезде де ойланып, бұл расымен сондай ма, ондай емес пе деп мәселенің шынымен де шегіне жету қажет екен. Әсіресе фотошоп дамыған заманда мына бір әртүрлі әлеуметтік желіде қазір осы жасанды интеллект арқылы ненің фотошоп екенін, ненің жасанды екенін де анықтауға болады. Осылай мен фотошоптарды кейін біліп, танып білдім, маған тур сатты. Тиімді тур, мен қазір міне осындай бір компанияда жұмыс істеп жатырмын. Отказной тур деп қазір көп шығып жатады ғой. Адамдар бара алмайтын болып қалды. Міне тиімді баға 700 000 теңге, отбасыңмен демалып кел. Керемет 5 жұлдызды міне жаңағы отель, барлық жағдай қарастырылған. Тек сен барсаң болды. Өзімнің әпкеме ұсынып едім, ол бара алмай тұр, кредит оған ұсынбай тұр. Сенде қаржы болса, тиімді уақытта пайдаланып қал деп. Осылайша мен ойлана келе бір іштей бір күдік болды. Сол күдікке құлақ аспастан сол 750 000 теңгені аударып жібердім. Арзан болды ғой өйткені. Иә, ол арзан болды. Арзан, жаңағындай қол күшті. Керемет, мен 5 жұлдызды қонақ үйге 4 адам болып қалай 700 000 теңге? Бір адамның демалатын ақысы. 2 миллионнан әр асатын ақшаға. Сол біздің көбінесе алданатын тұсымыз осы, біз асығамыз. Арзан дүниеге ұмтылып қаламыз. Бізге немесе көп ақша артында тұр деп айтады, немесе азғандай ақшамен үлкен бір таудай дүниені жаңағындай алдап уәде береді. Біз көбінесе алданатын тұсымыз осы тұс. Бұны алаяқтар да әбден меңгеріп алған ғой. Сондықтан асықпау керек. Жаңағындай дүниеге демалғыңыз келетін болса, алдын ала жоспарлау керек. Оған ақша жинау керек. Бір жыл бойы сіз ақша жинасаңыз, сіз бір жыл бойы қай жерге нақты баратыныңыз, қандай қонақ үйге баратыныңыз бәрін анықтап аласыз. Содан кейін емін-еркін бара бере аласыз. Ал жаңағындай аяқ астынан болатын оқиғалардың барлығының артында бір шикілік бар. Кейін ақшаны аударғаннан кейін есіме оралып, тез қазір мінекей мен тіркеп үлгеруім керек, уақыт бітіп бара жатыр, қалған 300 000-ды қазір жібересің бе, тездет деген дүниелердің бәрі сол бір ақшаны жіберіп болғаннан кейін ойыма оралады ғой. Демек, әр нәрседен біз сабақ алуымыз керек. Егер сізді аптықтырып тұрса, азғантай ақшаға осындай дүние ұсынып тұрса, немесе 1000 теңге салып 10 000 теңге ұтып ал, қазір 10 000 теңге салсаң мынадай болады деген дүниелердің барлығы бұл бір күдікті деп айтсақ болады. Жалпы қаржылық сауаттылық аясында түрлі мәселелерді қозғадық, алаяқтықтың түрлеріне қарастырдық, ең маңызды дүниелерді атап өттік. Тағы алып қосарыңыз болса? Алып қосарым жоқ, осы сауатты болу керек. Біздің қазақ халқы сауатты болса, дамыса, өссе, өркендесе деп тілейміз ғой енді іштей. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Сауатты болайық, сауатты болудан шаршамайық, оқиық, ізденейік, білімді болайық, бай болайық, білімді болайық. Расымен білім көзін ашқан кезде ғана біз сауатты болып, кез келген дүниенің барлығына толыққанды розовый очки дейміз ғой, жаңа қызғылт көзілдірікпен емес, шынайы көзқараспен қарауға мүмкіндік табамыз. Сізге де осындай өз уақытыңызды бөліп, қаржылық сауаттылық тақырыбы аясында әңгіме өрбіткеніңіз үшін зор алғысымызды білдіреміз. Кәсібіңіз өркендей берсін. Алғашқы осы барлық бастамаларыңызға тек жақсылық, табыс тілейміз. Барша көрерменімізге қаржыларыңыз көп болсын дейміз. Ешқандай алаяқтарға алданбаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз қашанда тыныш болсын. Бай, қуатты болайық.